Саламатсыздарбы окуучулар? Отурыңыздар. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштамас бурун биринчи бүгүнкү көңүл күйдөрүбүздү көрүп алайлык. Канеки, алдарыңыздарда берилген смайликтер аркылуу бүгүнкү көңүл күйдөрүбүздү көрөбүз. Жогору көтөрүп, керемет, бүгүнкү биздин жаңа сабакка деген көңүл күйүбүз жакшы. Қазір мына жерде топтардың аттары берілген, соған байланысты екі топқа бөлінеміз. Кәнекей, келіп топтарының аттарын аламыздар. Олай болса, балдар, бүгінгі топтарымыздың аты кометалар және метеориттер деп аталады. Кометалар бірінші топқа және метеориттер екінші топқа бөлінген. Олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз тақтаға қараймыз, ортолы әдісі арқылы үй тапсырмасымызға жіберейік. Бірінші сұрағымыз балдар. Әбу Насыр әл-Фарабидің өмір сүрген жылдары. Қане, кім айтады? Әсем айта ғой. 870 және 950 жылдары өмір сүрген екен. Келесі сұрағымыз физика. Санжар айта ғой. Физика жан әлемді және оның құрылысын зерттейтін ғылым. Зерттейтін ғылым екен. Балдар, үй тапсырмасына шоуымызды жасады де, яғни бізге физика табиғаттағы болып жатқан құбылыстар мен өзгерістерді зерттейтін болса, бүгінгі тақырыбымыз біздің аспан әлемін зерттейді. Яғни астрономия пәніне физика пәнін байланыстырамыз де. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аспан денелері туралы ғылым және күн жүйесі деп аталынады. Сабақтың мақсаты 7-1-2 күн жүйесінің ғаламшарларымен танысу деп аталады. Жаңа сабағымызды оқушылар бейне материалға көру арқылы жалғастырамыз. Ғаламшарлар. Жер тобындағы ғаламшарлар. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Ауыр ғаламшарлар, Юпитер, Сатурн. Балдар, енді бізге келесі жұмысымызды топтық жұмыс деп аталынады. Бірінші тобымыз таңғажайып ғаламшарлар әңгімесі, екінші тобымыз ғаламшарлардың орналасуы мен ерекшеліктері деп екі топ жұмыс қорғайтын боламыз. Және біздің бүгінгі негізгі мақсатымыз бірінші топта таңғажайып ғаламшарлар әңгімесін толығыменен ашатын боламыз. Яғни біздің оқып келген әдеби кітабымыз, яғни Салап Сұлтанбековтың таңғажайып планеталар деп аталатын фантастикалық әңгімелерін оқыған болатынбыз өткенде, сол тақырыпты біз ары қарай талқылайтын боламыз. Метеориттер болды, кометалар тобы, кішкене ғана қалыпқа тездетіп жібереміз. Олай болса, бірінші метеориттер тобы тақтаға шығып, жасаған жұмысымызды қорғай қояйық. Дәл солай. Күнге ең жақын планета Меркурий. Шолпан күнге жақын екінші планета. Жер күнге жақын үшінші планета, мақсаты бойынша екінші планета. Марс күннен қашықтығы бойынша төртінші планета. Біз жұмысымыздың тақырыбын ғаламшарлар құпиясы деп алдық. Метеориттер тобы өте жақсы, орындарға отыра қойыңыздар. Келесі кометалар тобы.
Жазушы Талапбек Сұлтанбеков таңғажайып планеталар фантастикалық әңгімесін жазған. Күн ата-анасы, ал планета олардың кенжесі тәрізді. Екі сәуленің нұрына бөлініп, ерекше жарқырайды ол. Ол планетада басқалар үлкен деп ойлаған, бірақ ол планета кішкентай. Ол жақта топырақтан адамдарды жасап шығаруға да болатынын білген. Екінші тапсырмамыз бұл жұптық жұмыс. Әрқайсымыз жұбымызбен отырып, анықтамалық кесте және пентаграмма әдісін орындайтын боламыз. Мына жерде Рамазанның қасында жұбы жоқ, сондықтан Рамазанның қасында өзім жұп боламын. Oldu ki kendi жұптық жұмыстан балмонменен Айсере. Астероидтар өлшемдері 100 километрден артпайтын қатты денелер. Кометалар грек тілінен аударғанда құйрықты жұлдыз, аспан шаңырақтары. Жақсы. Мына жерде Нұртуған менен Қуаныш. Жақсы. Екінші топтан кімдер? Әсел менен Ая айтады. Жер қозғалушылары Меркурий, Сульфат, жердің өзі және де Марс. Жақсы. Қатырақ. Нептун. Рамазан. Жер тобы ғаламшарлары Меркурий, Шолпан, Сатурн, Нептун, Уран, Марс. Ал ғаламшарлар Юпитер, Сатурн, Нептун, Жақсы. Келесі жұмысымыз бұл жеке жұмыс өзіңді тексер әдісі арқылы сіздерге қазір физикалық диктант қарады. Сол диктантты ішіндегі қалған сөйлемдерді құрастырып жазамыз. Орындап болсақ, оқитындарымыз бар ма кәнекей? Рамазан ай оқимын. Күн жүйесіне кіретін аспан денелері Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн, Меркурий, Шолпан. Жақсы, жарайсың отырабыз. Келесі, балымыз. Қазіргі кезде күн жүйесінің құрылысы 8 ғаламшардан тұрады. Тағы да бақыл айтатындарымыз. Аян. Жақсы. Бүгін біз аспан денелері тақырыбына Талапбек Сұлтанбековтың «Таңғажайып планета» атты әңгімесін байланыстыра отырып талдаған боламыз. Енді сабақ соңында рефлексия, яғни бүгінгі сабақтан алған мағлұматтарыңызды сіздерге қай жері ұнады, сол жайында мына жерге жазып тақтаға жабыстырамыз. Балдар жазып болсақ, барлығымыз тақтаға көңіл-күй құмырасына барып жазғандарды орналастыра қояды. Бүгінгі сабақ түсінікті болды. Барлығы жақсы өтті. Бүгінгі сабақта өткен Талапбек Сұлтанбековтың «Таңғажайып ғаламшар планета» туралы әңгімелері қатты ұнады. Маған бүгінгі ұнаған жері Талапбек Сұлтанбековтың «Таңғажайып планета» әңгімесінің таңғажайып құбылыстары ұнады. Маған бұл сабақта аспан денелері ұнады.
Оқушылар, бүгін біз Аспан әлемімен бірге Талапбек Сұлтанбековтың таңғажайып планеталар атты фантастикалық әңгімесін аспан денелерімен бірге байланыстыра отырып, ол жердегі болған барлық қызықты, ғажайыпты әңгімелерін тыңдадық, және онымен жұмыс жасадық. Келесі сабақта сіздерге берілетін тапсырма осы Талапбек Сұлтанбековтың бізде аспан әлемін зерттейтін ғылым, бұл жұлдыздарды зерттейтін болғандықтан жұлдызда ақ деген әңгімесі бар. Сол әңгімесін ары қарай тағы да жалғастырып оқып келеміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.